Сәлем, қалайсың? Менің есімім Тәттігүл, Керек Дерек каналының жүргізушісімін. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Сіздер де өз есімдеріңізді төмендегі пікірге жазып қалдырсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Подписаться бөлімін басып, менің каналыма тіркеліңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмайсыздар, үнемі жаңа видеоларды бірінші көріп отырасыздар. Ал кеттік. Бүгінгі ақша шақыратын сан, ол дегеніміз, ол санға табынып кету емес, серік қосу емес, ол жай ғана позитивті мышление дегенді білесіздер, психология қазір дамып жатыр. Өзім психологиямен 2016 жылдан бері айналысамын. Міне содан бері өзімнің өмірім жақсы жаққа өзгерді деп сеніммен айта аламын, Аллаға шүкір. Бәрі де адамның жақсы ойлауына, жақсы сөз сөйлеуіне, тек қана жақсылықты шақырып отыруына байланысты адамның өмірі жақсы жаққа өзгереді. Менің тазалық сыры деген инстаграмда парақшам бар, сол арқылы көп оқырмандарым өзінің сенімді, маған берік, мені үнемі оқып отыратын қыз-келіншектер бар. Сол кісілер жақсы таниды, біледі, мүмкін араларыңызда отырған шығар. Мен өте ризамын сіздерге. Енді бүгін тақырыпқа оралатын болсақ, осы санды жазсаң ақша шақырады. Бұл симарон деген әдістен алынған. Симарон дегеніміз ол бұрыннан келе жатырған әдіс. Өмірді ойын ойнау арқылы өмір сүру. Өмірді солай ойынмен өмір сүру. Кез келген жаман нәрсе болса, бір проблема болып қалса, сол проблеманың плюсын табу, жақсылығын, мысалы, зато деген ойын болды. Мысалы, белгілі бір жаман сәттен сіз соның өзіңізге деген жақсылығын плюсын алыңыз. Міне сол сияқты осы симаронның бір бөлшегі сан, 9 саны. 9 санын қызыл түсті пастамен, не болмаса жасыл түсті пастамен, екеуінің қайсысы бар, қолдарыңызда соны алып жасасаңыздар болады. Көрінбейтін жерге 9 санын жазасыздар. Мысалы, мына жерде білегіңізге жазсаңыз болады, не болмаса иыққа жазуға болады, киімнің ішінен көрінбейді. Сосын күн сайын таңертеңгілік жаңағыны жазып, қазір мен келесі видеода көрсететін боламын. Сол бойынша 9 санын жазып, оны 3 рет қоршайсыздар да, я кодирую себя на деньги деп солай айтасыздар. Бұл деген енді жай ғана ойын, әрине, ойын, игра дейді, игра. Оған қатты мән беріп, сеніп, күтіп, мысалы, жаздым, ал кәне қайда деп етіп, ол аспан қарап отырмайсыздар, әрине, ұмытып кетесіздер. Кез келген нәрсені, кез келген сөз болсын, арман болсын, бәрін жаңағы жасап ұмытып кету керек. Мүлдем ойламау керек. Сонда ол ойламаған жерден тез арада орындалады. Өзімнің курстарым өткізгенде, кезінде 2017-2018 осы 2 жыл қатарынан Қазақстан бойынша 7-8 мыңдай қыз-келіншектер шамамен курсымнан өтіп, сонда осындай әдістерді пайдаланған болатын. Біз қаншама жақсы отзывтар өте көп, жаңағы 9 санына байланысты әсіресе, Тәттігүл ханым көп рахмет, осылай ойламаған жерден ақша келді деген сияқты. Мысалы, кез келген нәрсе болуы мүмкін, сізге бір туысыңыз ақша беруі мүмкін, сол күні сіздің ойламаған жерден премия алуыңыз мүмкін, сіздің зарплатаңыз көтеріліп кетуі мүмкін. Не болмаса, сіз мысалы бұрын өтпей жүрген заттарыңыз, OLX-та болсын, бір жерде тұрған заттарыңыз өтіп, одан да қымбат бағаға деген сияқты. Енді чудо кейде болады, чудо дейміз, одан да кереметін. Ал енді оны бәрі де бір Алланың қолында, әрине, бірақ сіз жаңағыдай ойын сияқты ойнап, жазып, ал кәне көрейінші дейсіңдер, я кодирую себя на деньги деп жаңағыдай 3 рет қоршайсыздар да, все болды. Шаруаңыз істеп жүре бересіз, кете бересіз деген сияқты. Содан кейін сол күні, даже кешке болсын, не болмаса келесі күні болсын, сізге ойламаған жерден ақша келеді. Егер сіздерде нәтиже болып жатса, міндетті түрде осы видеоға қайтып келіп оралып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Бірден айтайын, жаман пікір, негативтер,
парақшамда болмау керек. Ондай негатив пікір жазатын болсаңыздар, міндетті түрде өшіремін, себебі мен ондайға мән бермеймін. Және де менің парақшамды көруге келген адамның негативті оқып отырғанын қаламаймын. Сондықтан да негатив жазып әуре болмаңыздар. Ал енді нәтижеге жеткенше, кездескенше, пока.